Ыбырай Алтынсарин атындағы мектеп-лицейі коммуналдық мемлекеттік мекемесінде оқушыларымыздың білім сапасын арттырудағы оқытудың үш өлшемді әдістемелік жүйесі технологиясы қыркүйек айынан бастап жүргізіліп келе жатыр. Мақсаты үш өлшемді әдістемелік жүйесі технологиясын қолдану арқылы оқушылардың білім сапасын жетілдіру болып табылады. Оқытудың үш өлшемді әдістемелік жүйесі технологиясы үш өлшемді дидактикалық матрица платформасында құрастырылған, ынталандыру, белсенділік, іскерлік, біліктілік және құзыреттілік деңгейлерімен бірге білім сапасының түрлерімен өзара байланыстырып, тәжірибеде жүзеге асыратын жаңа дидактиканың моделі болып табылады. Сондай-ақ, үш өлшемді әдістемелік жүйесі технологиясы мүмкіндіктері білу және түсіну деңгейлерінде барлық оқушылардың оқу материалын 100% кепілдендірілетін меңгеруін, сонымен қатар қолдану және жасау деңгейлерін меңгеретін оқушылар санының динамикалық өсуін қамтамасыз етеді. Үш өлшемді әдістемелік жүйесі технологиясы білім беру мазмұнын, оның іс-әрекеттік дамытушылық, құзыреттілік, бағалаушылық және процессуалдық әлеуетін күшейтуге бағытталған оқу мақсаттарының таксономиясына негізделген барлық пәндерден барлық тақырыптар бойынша деңгейлік дамытушы оқу материалдарын жасақтауды қамтиды. Тақырыптық дамытушы көп деңгейлі тапсырмалар, оның ішінде үш өлшемді мазмұн дамыта оқытуды ұйымдастыруға, оқушылардың білімді өз бетінше меңгеру дағдылары қалыптастыруға, сондай-ақ олардың оқу жетістіктерін критериалды, яғни объективті бағалауға мүмкіндік береді. Алдарыңызда 6 сыныпқа арналған ағылшын тілі пәні бойынша деңгейлік дамытушы оқу материалдары ұсынылған. Бұл жасалған материал Summarizing the Chosen Books Peter Pan тақырыбында берілген. Әрбір құрастырылған деңгейлік тапсырма өзінің балдық жүйеге сәйкес көрсетіліп құрастырылған. Мұндай деңгейлік тапсырмалардың әр деңгейі сапа критерийлері болып табылады, өйткені олар қатаң түрде мақсаттар иерархиясының сипаттамаларына сәйкес құрастырылған. Бұл жағдайда оқушылардың оқу жетістіктерін ашық журнал арқылы жүргізу және ынталандыру тәсілі арқылы бағалау ерекше рөл атқарады. Қосу әдісімен бағалау оқушылардың берілген деңгейлік тапсырмаларды орындау арқылы тиісті меңгеру деңгейіндегі ұпайларын 10 балдық жүйе бойынша жинап, тақырыптық көп деңгейлі дамытушылық тапсырмалардың баспалдағымен көтерілуге ұмтылуына ықпал етеді. Оқу үдерісі даму баспалдақтарының ең жоғары деңгейіне көтерілуге арналған интеллектуалдық жарыс түрінде өтеді, яғни әр оқушы табиғи қабілетіне сәйкес ең көп ұпай жинау жолында жарысады. Тәжірибе сонымен қатар қосу әдісі бойынша бағалау оқу үдерісінің субъектілері үшін қолайлы оқу ортасын қалыптастырып, стресс пен артық жүктемеден арылтып, оқушыларда тұрақты ішкі мотивті қалыптастыратынына көрсетті. Үш өлшемді әдістемелік жүйесі технологиясы оқушылардың білім сапасын бағалаудың критериалды жүйесін енгізуге мүмкіндік берді. Ашық журнал және толтырылған күнделік негізінде оқушылардың жеке даму траекториясы құрылды. Алдарыңызда 6 сынып оқушысының ағылшын тілі пәні бойынша 1, 2 және 3 тоқсандардағы оқушының даму траекториясы берілген. Көрсетілген даму траекториясында оқушының оқу жетістігінің 1 тоқсанда білу деңгейінен бастау алса, соңғы 3 тоқсанға дейін оқу жетістігінің сапасы жасау деңгейіне дейін көтерілгендігін аңғаруға болады. Бұл әдістемелік технология біздің тәжірибемізде қосу әдісімен бағалау оқудың тұрақты мотивін тудыратынын көрсетті. Белгілі бір меңгеру деңгейіне жеткен оқушылар өз жетістіктерін дамытқысы келді және келесі меңгеру деңгейлерін еңсеруге ұмтылды. Нәтижесінде барлық пәндер бойынша бөлімнен бөлімге оқу жылының бір тоқсанынан келесі тоқсанына көшу кезінде оқушылардың білім сапасының серпінді өсуі байқалды. Әр оқушының жеке даму траекториясы негізінде деңгейлер бойынша сыныптағы барлық оқушылардың пән бойынша білім сапасының орташа көрсеткіштері құрастырылды. Оқушыларды үш өлшемді мазмұнның баспалдағымен қолдану және жасау деңгейлеріне, оқу сапасын көтеруге ынталандыру, дарынды балаларды олимпиадалар мен ғылыми жобалар байқауларының жеңімпаздарын жүйелі түрде дайындауға әсер етті.
Соның нәтижесінде биылғы 2023-24 оқу жылында мектебімізде қалалық, облыстық, республикалық олимпиадалар мен байқауларға қатысуға ниет білдірген оқушыларымыздың саны айтарлықтай өсті және жеңімпаздарымыз көбейді. Мұндай әдістемелік технологиясы негізінде мектептегі 90-дық барлық пәндердің деңгейлері бойынша білім сапасының орташа көрсеткіші негізінде 3 бағыт бойынша қоғамдық гуманитарлық бағыт, жаратылыстану математикалық бағыт және бастауыш сыныптары бойынша білім сапасының орташа көрсеткіштері диаграмма түрінде жасалып көрсетілген. Алғашқы қоғамдық гуманитарлық бағыт бойынша оқушылардың білім сапасы 3.90-ға жасалып көрсетілген. 3.90-да да білу сапасы 100% көрсетілсе, түсіну деңгейі бойынша 54,1%-дан 57,9%-ға дейін, қолдану деңгейі бойынша 11%-дан 24,3%-ға, жасау деңгейі 1%-дан 2%-ға өскендігін аңғаруға болады. Жаратылыстану математикалық бағыт бойынша оқушылардың білім сапасы 1-ші, 2-ші және 3-ші тоқсандарда білу деңгейі 100%-ды құраса, түсіну деңгейі бойынша 47,5%-дан 57,6%-ға дейін, қолдану деңгейі 9,5%-дан 12%-ға дейін, жасау деңгейі 1%-ға дейін көтерілді. Мектебіміздің бастауыш сыныптар бойынша оқушылардың білім сапасы 1-ші, 2-ші, 3-ші тоқсандарда білу деңгейі 100%-ды құраса, түсіну деңгейі 48,5%-дан 54,2%-ға дейін, қолдану деңгейі 12,4%-дан 22,7%-ға дейін көтерілді және жасау деңгейі 1%-дан 2%-ға дейін көтерілді. Қорытындылай келе, біздің талдауымыз көрсеткендей, бұл технология пәндік құзыреттіліктен метапәндік құзыреттілікке біртіндеп көшуге мүмкіндік берді. Бұл оқушылардың көпшілігінде TIMSS, PISA есептерін, республикалық және халықаралық деңгейдегі олимпиадаларды, сондай-ақ ғылыми жоба тапсырмаларын шешу дағдыларын қалыптастыруға ықпал етті. Үш өлшемді әдістемелік жүйесі технологиясының оқушыларымыздың білім сапасын арттырудағы дидактикалық тиімділігі бойынша 1-ші, 2-ші және 3-ші тоқсандардағы мектебіміздің оқушыларының білім сапасын салыстырмалы түрде көретін болсақ, білу деңгейі 100%-ды құраса, түсіну деңгейі 50,4%-дан 56,5%-ға дейін, қолдану деңгейі 10,9%-дан 19,6%-ға дейін және жасау деңгейі 2%-дан 5%-ға дейін көтеріліп отыр. Сондай-ақ, мектебіміздегі оқушылардың білім сапасының өсу динамикасы төмендегідей көрсеткіштерді көрсетіп отыр. Білу деңгейі 100%, түсіну меңгеру деңгейі 6,5%-дан 56,5%-ға дейін өссе, қолдану меңгеру деңгейі. Мен 6-шы А сынып оқушысы Мұса Айбармын. Мен ағылшын тілі пәнінен 1-ші тоқсаннан бастап деңгейлік тапсырмаларды сабақ барысында орындап, сол күнгі тақырыпты толық меңгеруімізге мүмкіндік аламын. Сондай-ақ сол пәнге деген қызығушылығымыз артып, оқу жетістігімді бағалау парағы арқылы көре аламын. Күнделікті сабақ барысында дамытушылық тапсырмаларды орындап болғаннан соң, мұғаліміме тексертіп, ашық журналға өз балымды қою мен үшін өте қызық. Осы деңгейлік тапсырмаларды орындаудың арқасында бірте-бірте бойымдағы қабілетімнің деңгейі көтеріліп, пәндік облыстық олимпиадаға қатысып, республикалық кезеңіне жолдама алдым. Мен Қабденова Меруерт Қабдырахмановна, бастауыш сынып мұғалімімін. Мен осы үш өлшемді әдістемелік жүйесі технологиясы бойынша 2023-24 оқу жылының қыркүйек айынан бастап жұмыс жасап келемін. Бұл оқыту технологиясының қандай артықшылықтары мен ерекшеліктері бар? Біріншіден, барлық оқушылар тақырып бойынша әділ бағаланады. Екіншіден, оқушылардың білімдерін нақты көрінуіне деңгейін анықтап отыруға, диагностикалық зерттеулер жасап, бірізділікті сақтауға да пайдасы зор. Үшіншіден, ашық журналмен жұмыс жүргізу арқылы оқушыларды ынталандырады, шынайы бағалау іске асады, электронды журналмен жұмыс жүргізіледі.
Мен 3-ші А сынып оқушысы Елжас Сұлжан анасы Көшкімбаева Эльвирамын. Менің балам ағылшын тілі пәнінен 1-ші тоқсаннан бастап деңгейлік тапсырмаларды сабақ барысында орындап, сол күнгі тақырыпты толық меңгеріп келеді. Сондай-ақ сол пәнге деген қызығушылығы артып, оқу жетістігін бағалау парағы арқылы көріп отырамын. Ашық журналды пән мұғалімі бізге ұялы телефон арқылы ата-аналар чатына ақпаратты беріп отырғандықтан, баламның бағалануына да әділ екендігін көзім жетті. Осы деңгейлік тапсырмаларды орындаудың арқасында бірте-бірте бойындағы қабілеттің деңгейі көтеріліп, пәндік, мектепішілік қалалық олимпиадаларға қатысып жүлдегері атанып жүр.